Онтарио көлі Солтүстік Америкадағы Ұлы көлдердің бірі. Оның солтүстік жағалауы Канаданың Онтарио провинциясымен, ал оңтүстік жағалауы АКШ-тың Нью-Йорк штатымен шектеседі. Сейсенбі күні АКШ президенті Дональд Трамп көлдің атауын Америка көлі деп өзгерткісі келетінін айтты. Бұл екі ел арасындағы жалғасып жатқан сауда соғысының кезекті шиеленісуі. Қазір екі тарапта миллиардтаған доллар көлемінде тариф енгізді. Трамп өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында бұдан былай Онтариомен көп бизнес жүргіземіз деп күтпейміз деп жазды. Көл маңында тұратын америкалықтар өз пікірін білдірді. I think he should take care of things that matter the most to the country. And quit being a baby. He's getting people to look at the name Lake Ontario, but I think he wants to open up the bigger discussion of what's going on with the negotiations. You know, is Canada not taking advantage of us? What's going on? Ал шекараның ар жағында канадалықтар Трамптың мәлімдемесіне қатысты өз пікірлерін ашық білдірді. It's been like that for so long, so why do we need to change it? Seems to work for Canada, and I think probably works for the U.S. too. It's meaningless. It's just more hyperbole and more of an irritant for the Canadian people. He's not doing anybody any favors, especially himself. Бұл Дональд Трамптың картаны өзгертуге жасаған алғашқы әрекет емес. Былтыр мамыр айында Трамп жарлыққа қол қойып, Мексика шығанағының атауын Америка шығанағы деп өзгертті.